Салмақ қай жастан бастап қосып бастадыңыз? Бірінші класста? Бірінші класстан бастап толықсың ба? Инсулин жоғары. Мама, папада, сіздерде, ата-апада не жоқ па, сахар жоқ па? Папасы жағынан болды әкесінде. Инсулин жоғары болып тұр. Ана жылдан бастап. Болды, е? Учетқа қойды ма, диспансер учетқа? Эндокринологқа? Дәрілерін берді ма, эндокринолог? Қандай? Жоқ, табы эндокринологқа сахар түсіретін... Сахардың... Сиафор соларды берді, сиафор бар еді. Сиафор соларды. Шуатан жүрсің оны? Арасында батырсы ішті жаман өткізіп. Бүгінгі сахар қанша болды? Тексеріп жүрген жоқсың? 6 болды. 6 болды. Қазір жақсы эндокринолог бар бізде. Бүкіл анализдерді қайтадан қараймыз. Қайтадан мүмкін тактика лечениені өзгертеміз. Хорошо, өйткені мына жоғары болып тұр. Глюкоза, инсулин жоғары болып тұр. Бітті деген нәрсе, сахар деген постоянно ішуге тура келеді, жарай ма? Ертеңге эндокринологқа жазып қоям. Гормондар дисбаланс бар. ФСГ-ге түсіп кеткен, тестостерон түсіп кеткен. Тестостерон бір көтеріледі салған кезде, қайтадан түсіп кетеді. Өзіңізде выработка болмай жатыр. Сахар диабеттің дәрісі бітіп қалды ғой. Соны қайтадан анализдер тапсырдық қой, свежий анализбен қарап, қайтадан препараттарды албия. Диетотерапия бұл надо, спортзал это надо. Мойындама, спокойно, ұзақ уақыт енді. Мана бір как будто аналар 20 килограмм тастап атады, хочет тез тастауға асықпа, организм жас, аккуратно, уже 5 килограмм тастап қойдың. 6, 7, минус 8, 9, жай келеміз, хорошо? Қиын да балаға, тезірек результат көргісі келеді, намысы бар, нағыз жігіт, бірақ ұзақ процесс. Өз 15 жасар бала пачка дәрі ішуге тура келеді қазір. И ұзақ мерзімді ішу керек болады. Ол жаңағыдай нәрсе емес, 5 күн ішті бәрі жазылып кетті. Кейбір препараттарды өмір бойы ішу керек болады. Сондай туа біткен ақаулықтар бар. Медицинаның күші шектеулі. Мынандай бір препарат беріп, салмақты да кетіріп жіберетін, сахарын диабеті де, гипоgonadизмді де емдеп жіберетін өкінішке орай медицина шектеулі. Енді қазір толық анализдер, свежий анализдер алынды, УЗИ-лерін жасаймыз, эндокринологқа жібереміз, и толық ары қарай тактика лечениені назначить ететін боламыз. Плюс диетасы бар, плюс спорт залы бар. Бұйыртса жақсы результатқа қол жеткіземіз.